тақырыбында талқылаймыз. Бұл аса ірі геосаяси жағдайлар тікеден-тіке қазақ халқының да тағдырына қатысты болғандықтан, бұл ауқымды саяси талқылауымыздың мәні мен мағынасын толық түсінулеріңізді өтінеміз. Себебі, кейбір біздің видеоларымызды кесіп пішіп тарататын каналдарда ойымызды толық жеткізіп үлгермей, кең ауқымды айтқан жерлеріміз жұртқа жетпей жатады екен. Әрине, кесіп пішіп тарататын каналдар көбінесе қысқа 2-3 минуттық видеоларымызды салады. Сол видеолардан біздің ойымыздың толық жетпей қалған бөлімін білгілері келетіндер біздің YouTube'дегі түп нұсқамыздың толық нұсқасын тыңдауға тиіс. Себебі толық нұсқада біздің ойымыз айтылады. Оның үстіне мен Мұхтар Әуезовше кеңінен шарпып, қамтып, орғытып, орағытып, молынан сөйлейтіндіктен бұл арада ойымызды кейде қысқа қиып салатын каналдарда ойымызды толық жеткізе алмай қалған болуымыз да мүмкін. Енді үлкен оқиғалардың легі. Әлемде қазір айына, жылына емес, күніне, сағатына өзгерістер болып жатыр. Соның айқын бір дәлелі міне Орыс-Украина соғысындағы өзгерістер. Американың аяқ астынан Ресеймен сауда жасайтын барлық елдерге 500% санкция салу мәселесін қозғауы. Бұл заң жобасы, заң актісі ретінде шыққалы жатқан бұл жобаға Конгресс тарапынан адамдардың әлден қалқараны хабарландырып құлағдар қыла бастауы. Әлі өзі қол қоймаған заңға Трамптың бұл мәселеге Индия, Қытай түгілі Иранды да іліп жіберетіндігі туралы ашық сұхбатты айтуы, бұл Америка тарихында сирек кездесетін оқиға. Ендеше жұрттың бәрі ойлайды. Ресейдің мұнайын ең көп алатын Иран, онсыз да қазір бетін бұрып, Канададан алғандығын алдыңғы лекцияларды айттық. Одан кейін енді ол Америкадан алғалы жатыр. 2. Қытай екібастан Роснефть мен Лукойлдан қатынасын үзетіндігін көрсетті де. Олар да Канададан ауыса бастады. Енді осындай орайда Трамптың Иран ділем деген несі? Себебі Иранның диктаторлық режимі Қытайға мұнайын сутегін сатып отыр. Енді көп дүниежүзілік деңгейдегі ақпараттар назарға алмаған, қаламына түртпеген бір ел тұр, ол Қазақстан. Себебі Ресейден көмір-сутек сатып алатын елдердің қатарында Қазақстан дейтін 20 миллион халқы бар бір диктатор ел бар. Ал бұл ел Ресейден оның алатын мұнай газының мөлшері жағынан халықараның қаламына ілінбейтін, назарына ілікпейтін, көзіне түспейтін ел болғанымен, бірақ бұл санкцияға Қазақстанның шарпылуы мүмкін. Себебі 20 миллион адамның тұтынуы да оңай тұтыну емес. Және бұдан беріп отырған ақша. Ресейге Қазақстанның жасап отырған көмегі жұрттың бәріне белгілі. Қытайдың тауарын қазақ жері арқылы Ресейге жеткізу. Еуропа Американың санкцияланған заттарын Қазақстан халықарадан сатып алып, содан оны бөлшектеп Ресейге жеткізу. Санкцияланған заттардың ішінде не бар? Дәрі-дәрмектер бар, не заттар бар? IT өнімдер бар, не заттар бар? Бөлшектер бар. Керек десең, Боинг ұшақтарының бөлшектеріне дейін бар. Керек десең, неше түрлі компьютерлік бөлшектер, техникалық бөлшектер, керек ба? Тіпті қару-жараққа керекті чиптарға дейін бар. Соның барлығын Қазақстан Еуропа Америкадан өзіне керек деп алдырып алып, оны бөлшектеп отырып Ресейге жеткізеді. Енді осы санкцияның аясында Ресей, Қытай, Иран нысанаға ілінгеннен кейін 4-ші кезекте Ресей, Қытай, Ираннан кейін Қазақстан тұрады. Ал бұл Американың санкциясына іліну Қазақстанға не әкеледі? Көп адамдар ойлайды, Қазақстанның Еуропа Америкаға сататын тауары жоқ, алатын тауары да шамалы шекті. Қазақстанның
сондай бір Еуропа Америка менен бір байланысы да тығыз емес. Бұл санкциядан бізге келер кетер жоқ дейді. Иә, қарапайым халыққа келер кетер жоқ. Бірақ олигархтарға, Назарбаевтың әулетіне, Құлыбаевтың әулетіне, Тоқаевтың әулетіне, қазақ халқын билеп отырған жоғарыдағы қанішер бандиттік топтардың әулетіне бұл санкцияның салқыны сұмдық ауыр болмақ. Неге? Олардың шетелдегі ақшалары, олардың қазақ байлығын оңды солды шашып тапқан ақшалары, Ресей мен Қытаймен жұмыс жасап, байлықты шикізатты тонап тапқан ақшалары. Бұның барлығы ары қарай осы санкцияның найзасының ұшында тұрады. Демек, бұл бізге бір пайдалы жағдай. Қандай пайдалы жағдай? Біздің мынау қанішер жүйеден құтылуымызға, немесе қанішер жүйені батыстың найзасына іліндіріп, батыстың күшімен, батыстың қысымымен мынау қанішерлік, диктаторлық, фашистік жүйені құлатуға бұл бір үлкен орай деуге болады. Себебі халықаралық геосаяси жағдай үнемі әрқандай елдің ішкі жағындағы саяси өзгерістерге себеп болады. Халықаралық үлкен геосаяси жағдай пісіп жетілмесе, елдердің ішкі жағындағы саяси өзгерістерге орай тумайды. Оның айқын дәлелі Бірінші дүниежүзілік соғыста азаттыққа қол жеткізген елдер құлаған империялар. Дәлел. Екіншісі, Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін азат болған елдер әлсіреген империялар. Арғы Бірінші дүниежүзілік соғысты айтып әуре болмайық. Бергі Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде бүкіл дүние жүзінде азат болған Азия, Африка, Латын Америка елдеріне назар салыңыздаршы. Солардың барлығы дерлік кеше империалистердің тепкісінде жатқан, шикізатын тонатқан, рухани құлдыққа түскен жер асты байлығы немесе аграрлық өнімдеріне дейін империалистік елдерге кәдімгі шикізат күйінде тоналғандық деңгейде шығарылып отырған елдер болады. Басқасы басқа. Гитлердің соғысынан бұрын азуын айға білеген күн батпас империя Ұлыбритания біріккен хандығы, мен бұл арада королдығы деп айтпаймын, патшалығы деп айтпаймын, Ұлыбритания біріккен хандығы, сол кезде Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін кәдімгі қатардағы Еуропадағы елдердің бірі болды да қалды. Яғни Англияның, Ұлыбританияның ұлылығына көлеңке түсті. Сөйтіп, дүниенің локомотиві болып, дүниенің қошқары болып, бүкіл дүние экономикасы мен финансының, керек па кино өнерінің, әдебиетінің, мәдениетінің, бүкіл ғылым технологиясының қозғаушы күші болып Америка ғана қалды. Англия артқы жаққа қарай шегінді. Базары тарат, бетінен әр, жүзінен ажар кетті. Міне империялар кеткеннен кейін қайтты. Индияның толыққанды азаттыққа ұмтылуы, Африкада отар елдердің, Францияның, Германияның, Англияның ықпалынан құтылып азаттыққа ұмтылуы, Латын Америка елдерінің азаттыққа ұмтылуы және жан сандарының күрт артуы. Сөйтіп, кеше Екінші дүниежүзілік соғыстан бұрын әлемдік геосаяси картада айтар сөзі жоқ, алар орны жоқ елдер енді кәдімгідей дүниежүзілік геосаяси жағдайда әңгіме айта алатын, өз ұстанымын көрсете алатын, халықаралық геосаясатқа ықпал ете алатын деңгейге жетті. Соның айқын дәлел кеше ғана империалистердің тепкісінде жатқан Қытай, Совет одағының қолдауыменен Қытай Халық Республикасы болып құрылғаннан кейін, енді артынан іле-шала тағы да Америкадан атом физикасын оқып қайтқан Қытайдың атом бомбасын жаруы, іле-шала сутегі бомбасын жаруы Қытайды бүкіл әлемдік геосаясаттағы және атом қару бар елдердің санатындағы елге айналдырып шығара келді. Яғни дүниеде ойламаған жерден өзгеріс болды. Күні кеше ғана дүниеге қауіп төндіре алмайтын аграрлық ел, өгізбен соқа сүйреп
жер жыртып жүрген Қытай бір-ақ күнде атом бомбасы және сутегі бомбасы бар елге айналып шыға келді. Көрдіңіздер ме? Атом бомбасы және сутегі бомбасы бар елге айналып шыға келді. Ал бірінші дүниежүзілік соғысқа қарай кері шегінсек, бірінші дүниежүзілік соғыста мәлкілдеген қирауға дайын тұрған екі империя бар еді. Біреуі Ресей империясы, екіншісі Осман Түрік империясы. Ресей империясы әбден мәлкілдеп тұрған кезде, соғыста жеңілгенде, Германияның ханының, яғни Германия патшасының көмегіне сүйенген Ленин Ресейде бірінші Совет социалистік республикалар одағын құрып шыға келді. Ал Осман Түрік империясы ыдырап, Осман Түрік империясының ілкіндегі бүкіл елдер тәуелсіздік алып үлгерді. Түркия өзінің соқа басын ғана сүйреп, әзер дегенде әупірімдеп жанын сақтап қалды. Міне бұл халықаралық үлкен геосаяси жағдайлардағы үлкен өзгеріс. Бірінші дүниежүзілік соғыс пенен екінші дүниежүзілік соғыстың нәтижелеріне назар салсаңыздар, енді қазіргі Орыс-Украин соғысын біз үшінші дүниежүзілік соғыс деп қарауымызға болады. Енді осы үшінші дүниежүзілік соғыс кезінде бізге қандай жақсылық, жаңалық, өзгеріс болуы мүмкін? Ол біздің шын мәніндегі азаттығымыз қолға келуі мүмкін. Қандай азаттық? Бүкіл Орта Азияның Ресейдің ілкінен құтылуы. Тіпті Ресейдің толық бодандығында жатқан Татарстан, Башқұртстан, Шешенстан, Якутия, Ноғай, осы сияқты халықтардың барлығы Ресейдің бодандығынан құтылуы мүмкін. Көрдіңіздер ме? Бұның барлығы Орыс-Украин соғысы. Яғни біз шайтатын үшінші дүниежүзілік әлемдік соғыстың бізге беретін пайдасы болуы бек мүмкін. Оны алда уақыт көрсетеді. Қазір соғыста қандай сұмдық өзгеріс болып жатыр дегенде, міне осы соңғы 1-2 тәуліктің ішіндегі үлкен өзгеріс, ол Зеленскийдің тақтан кету мәселесі. Трамп билікке екінші мәрте, яғни 47-ші кезекті президенті кезінде шығар-шықпастан Зеленскийдің кетіру керек, мысалы немесе Украинада сайлау өткізу керек деген әңгімені қозғағанын білесіздер. Менің сол кездегі лекцияларымда ерінбей тауып тыңдасаңыздар, мен ол кезде де бұл көзқарасымды айттым. Енді қазір Зеленскийді кетіру керек деген әңгіме Америка тарапынан қозғалудан бұрын қайдан қозғалушы еді? Ресейден қозғалатын. Ресейде үнемі орыс тілді ақпараттарда, немесе орыстар сатып алған бүйрек орысқа бұратын, бірақ батыстың медиаларында жұмыс істейтін аталмыш зерттемелермен журналистер жазатын медиаларда Украинадағы коррупция, Украинадағы шіріктесу туралы әңгімелер қозғалғанда, оларда не айтатұғын? Зеленский кету керек дейтұғын. Кету керек дейді. Тіпті мен сіздерге бір лекциямда отырып айттым. Бір қонақасыдан қайтып, қасымызда бір жақсы бауырымыз бар. Метрода тұрмыз. Нью-Йорктың ана басына, мына басына қонаққа бардық. Сонда метрода түннің бір уағы. Вокзалда ешкім жоқ. Сосын бір шал келіп сөйлесе қалды. Сөйлесе қалсақ, орыс шал 80 жылы Америкаға келген. Әлгі орыс шалдың өзі айтады, Украинада коррупция дейді. Мен айтам, Украинада коррупция болса да, коррупция болды деп Ресейдің басып кіруі дұрыс па деймін ғой. Яғни бүкіл орыс тілді медиада орыстың басып кіруі анау-мынау деген әңгіме айтылмайды. Сол замандарда не айтылды? Украинаның коррупциясы айтылды. Неге? Зеленскийді кетіру керек. Зеленский сияқты қатаның ұстанымдағы орыспен жаңағы ұстасу керек, соғысты соңына дейін жалғастыру керек дейтін бұндай адамдар Ресейге ұнамайды. Ресейге ләббай бегім дейтін, келісім шартқа отыра салатын, Путиннің барып қолын сүйетін, табанын жалайтын Тақаев сияқты, Назарбаев сияқты, Садыр Жапаров сияқты, Мирзаев сияқты адамдар керек. Ресейге осындай адамдар керек. Егер Украинаны Тақай сияқтылар, Садыр Жапаров сияқтылар, Мирзаев сияқтылар басқарса, Ресей мүмкін бұл соғысты одан ары созбауы да мүмкін еді. Себебі ол алам дегенін алады.
Украинаның байлығын, мұнайын, газын, тағы басқа серек жер металдарын, тағы басқа өзі керек қылған стратегиялық мәні бар байлықтарын бітті тонай береді. Біздің Қазақстанды қазір солай тонап отыр. Біздің халқымыз соғыссыз жағдайда аштықта, жоқшылықта қырылып отыр. Аурудан, кедейшіліктен қырылып жатыр. Міне, біздің жеріміздегі мысалы өте қауіпті уранды қалай кімдер қазып жатыр? Қытай, Орыс қазып жатыр. Тағы басқа елдер қазып жатыр. Ал ол кендерді алғанда қайтеді? Бүкіл экологияны бүлдіріп отыр. Міне содан бүкіл Қазақстанда ауру сырқауы көп. Неге? Жаңағы радиациялық элементтердің адамға зияндылығы, тіпті мына мұнайды қазғанның өзінде мұнайдан шығатын радиациялық қалдықтарды Қазақстанда тиісті мұнайды қазатын қалқараның ең бастауыштық білімі бойынша да бір тарап қылмайды. Мұнайдан шығатын радиациялық қалдықтар, адамға зиянды биохимиялық қалдықтар бізде Ақтауда, Жаңаөзенде, Атырауда, Ақтөбеде, Оралда, Қызылордада, ашық далада жатады. Ал шетелде оны бәленбай мәрте биологиялық тазартады, бактериямен тазартады. Оны жаңағы неше түрлі суменен фильтрлеп айырады, ең соңында өртейді. Ең соңында соның өзінде қалған радиоактивтік сипаты бар заттарды жердің астын изоляциялап отырып, ары қарай суға, топыраққа зарар жеткізбейтін болып, оны көмеді. Ал бізде ол ашық далада тау төбе болып, ол топырақ үйіліп отыр. Мен оны Ақтауға барғанымда, Жаңаөзенге барғанымда 2014, 2015, 2013 жылдары мен өз көзіммен көрдім. Жаңаөзенде, Ақтауда ол деген, Маңғыстауда ол тау төбе болып үйіліп отыр. Міне бұл империялық елдердің, отар елдердің халқын құл ретінде ұстауы, оның денсаулығы, оның экологиясы бір тиын оларға. Байлығыңды тонайды кетеді. Егер Украина соғыспағанда, Украинаның байлығын орыстар осылай тонайды. Ал ол былай қарасаң, бәленбай 100 мың адам өлмеді. Соғыста өлмеді. Бірақ бәрібір Украинаның бүкіл экологиясын бүлдіреді, оның байлығын қазады, расуасын шығарып тұрып қазады, экологиясын 1000 жылда қалпына келместей бұзады. Бәрібір сол адамдар сол баяу өлу процесіне қарай көшеді. Соғыста оқ тиіп өле қалу менен жаңағы ауырып, қиналып, рак болып, ашқа ағзасы бұзылып, миына дейін сәулелерден зақым келіп, өз-өзіне қол жұмсап өлу, ол жалғаса береді. Яғни сол халық өспейді. Ол қырылғаннан бетер өспейді. Мысалы, айқын дәлел. Қазақстан қазір 20 миллион ғана. Тәуелсіздік алғанда Қазақстан 15 миллион еді. Өзбекстан 15 миллион еді. Қазір Өзбекстан 40 миллионнан асып 50 миллионға бара жатыр. Ал Қазақстан 15 миллионнан өсіп 20 миллион болды. Бізден орыстар кетті, бірақ орнына оралмандар келді ғой. Орыс кеткенмен оралман келді. Және ол оралман көбейгіш, өскіш оралман. Яғни бізде екеуінің балансы тең деп айтуға болады. Ал соның өзінде де біз неге өспей отырмыз? Неге аш жалаңаш жұмыссыз өзбек қазақ жеріне келіп, егін егіп, темекі егіп, бидай егіп, құрылыста, стройкада жұмыс істеп, тентіреп жүрген өзбек Ресейге, Түркияға қаңғып, Еуропа, Америкаға, Кореяға қаңғып жұмыс істеп жүрген өзбек 2 жылда бір кеп келіншегін бір искесе, искейтін, тіпті искемесе тек алыстан телефонмен искесетін өзбек қалайша 40 миллион, 50 миллион болды. Ал күні түні қатынның құшағын алып жатқан қазақ неге өспейді? Жоқ, қазақтың қатынның бәрі бедеу, еркегінің бәрі белсіз болып қалды ма? Бұл жердегі әңгіме бізді міне аурумен, созылмалы аурулармен, радиоактивтік аурулармен, біз білмейтін тағы басқа ауруларменен Қытай, Орыс империалистері халқымызды улап, біздің халқымызды өсірмей отыр. Біздің халқымыз сол қазірдің өзінде кем дегенде 40-50 миллион болатын әлемдегі орташа деңгейдегі ірі жан саны бар халықтарға жететін халық едік, 20 миллионнан аспай отырған себебіміз осы. Ал қырғыздар, қырғыз тарихтан бері ол қазақтарменен қанаттасып, бауырласып бірге жасады. Жоңғар шапқанда бірге шаптық. Бір бөлім қырғыз жоңғарға бағынып, Будда дінін қабылдап, Лама дінін қабылдап, жоңғармен бірге бізге шапқанмен,
мұсылман қырғыздар бізбен бірге отырып жоңғарға қарсы шапты. Біздің ілкімізде болды, қазақ хандығының құрамында болды. Енді осы қырғыз бауырларымыз міне 2025 жылы міне 7 миллионнан асыпты. Ал тарихта қазақтардың ең көп кезінде қырғыздар қалай еді? Олар біздің 10-нан бірімізге де, 20-дан бірімізге де жетпейді. Қазақ хандығы кезінде қазақ хандығы қазіргі территориядан да асып, анау Қырымға дейін билеп тұрған кезінде, қазіргі орыс пен Украин таласып отырған Қырымға дейін қазақ хандығы жіберген сұлтандар барып Қырымды билеп, Қырым хандығын басқарып тұрған кезінде қазақтар бүкіл Еуропа мен Азияның ортасын лықсытып толтырып тұрған кезде, ол кездегі қырғыздардың жан саны біздің бір руымыздың ғана жан санындай болған. Бір руымыздың жан санындай болған. Қазір қырғыз халқы өсіп, міне мен қырғыз халқының өскеніне қуанамын, мен қырғыздан арман қуанамын. Міне қазақтардың жартысына жетіпті. Ал қазақ өспей қалған. Қырғыздан 10 есеге дейін, тіпті тарихтың ең бір мықты кезеңдерінде қырғыздан 20 есеге дейін көп болған қазақ халқы қазір небәрі қырғыздан 2 есе көп халық болды. Ал Совет одағы алғаш құрылған кезде Орта Азиядағы сарттар 200 мың ғана болған. 200 мың сарт қазір 40 миллион болды. Осыдан ойлаңдар. Осыдан ойлаңдар. Жоқ әлде олар әмеба құрты сияқты клеткадан бөлініп көбейе ма? Жоқ әлде олар жаным, күнім, хотыным, мен сені яқшы көремін десе қатыны жүкті бола бере ма? Бұл жердегі әңгіме не? Неге қазақ көбеймеді? Неге қазақ көбеймеді? Бұның себептері өте көп. Бірақ соның бір себебі біз империалистердің қырғынына ұшырадық. Қазір бізді соғыссыз қырып жатыр. Соғысқан халықтың бәрі өспей қалады деген бекер сөз. Соғысқан халықтар өспей қалады деген бекер сөз. Бағынған халықтар жойылған. Тарихта өте көп мысал бар. Қытайға бағынған шығыс құлнембенің халқы тұтасымен жойылды. Қытайға бағынған шығыс түрік қағанатының Қытайға бағынған халқы басшыларымен қосып геноцидке ұшырап жойылып кетті. Міне жойылып кетеді. Біздің қазақтарда егер оянбасақ, тарих қойнауында баяғыда қазақ дейтін халық болыпты деп бізде жойылып кетеміз. Американың жергілікті абориген халқы, Американың үндістері ұқсап жоқ болып кетеміз. Америкадағы индиандар, Америка құрлығындағы маялар, әстектер, жаңағы қопилар, солар қайда кетті? Жойылып кетті. Ендеше біздің қазақтарға да үлкен қауіп төніп отыр. Өте үлкен қауіп төніп отыр. Енді геосаясаттағы бір әңгімені айтайық. Украинада Зеленскийдің коррупциясы Украинаның Зеленскийге қарсы топтар жағынан қазір көтеріліп жатыр. Порошенкосы бар, басқасы бар, көтеріп жатыр. Зеленскийді кетіруге кім мүдделі? Ресей мүдделі. Америкада мүдделі. Енді Украинаның өз ішінен Зеленскийдің қарсыластары шығып бұл мәселені көтеріп жатыр. Мен Зеленскийді бұл арада судан тұнық сүттен ақ демеймін. Себебі ол да советский. Ол да жеп үйренген советтік ортадан шықты. Ол да бірдеңкені қымқырып қойнына, қонышына жасырмаса, қылмысты болатындай, күнәһар болатындай советтік ортаны көріп өсті. Оның көзі соны көріп өсті. Ол алып үйренді. Советтің жұмысшысы қалай? Керек пе, керексіз бе, кетіп бара жатып, зауыттағы бенттерді, шұрып шегелерді қойны қонышына тығып кететін жұмысшы. Советтің жұмысшысы солай. Совет кезінде тұтас халықты ұрлыққа үйретті. Тұтас халықты ұрлыққа үйретті. Мысалы, Совет одағы ыдырағаннан кейін Германияға барған неміс жұмысшысы туралы әңгімені айтып бердім. Совет ыдырағаннан кейін Германияға қоныс аударған оралман неміс ұн зауытында жұмыс істейді. Бірақ әр жолы ол 2 келе, 5 келе ұнды кәдімгідей қорабына салып, жымқырып, шапанның артына тығып, қойнына тығып, бұтына тығып алып кетеді. Ол камераға түсіп қалады. Басқа жұмысшылар аңтан қалады. Сон Германияның жаңағы оралмандарды орнықтыру саясаты бар. Мүмкін енді бұл кісінің баласы көп. Енді германдар бірақ бала туады, жаңа оралман немістің 3 баласы бар дегендей.
әлгіге жаңа айлығын көбейтеді. Айлығын көбейтсек, ұрлығын қоя ма дейді. Бас салып жаңа ұрысың деп полицей шақырып жіберейін десе, келіңкіремейтін сияқты. Бөлек тәрбие, орыстың тепкісінде көрген, ұзақ жыл ата бабасы орыстың бодандығында болған неміс болғаннан жанашып тағы тұр. Әлгі қоймайды. Айлығын тағы да көбейтеді. Тағы қоймайды. Одан да көбейтіп, сол зауыттың жаңағы ең бас бірінші зауыт маманменен, бірінші бас инженермен бір деңгейге жеткізеді. Жай кәдімгі қара жұмысшыны бас инженердің айлығындай айлық береді. Енді қояма десе, әлгі ұн ұрлағанын тағы қоймайды. Содан әлгімен сөйлеседі. Не болып қалды деп. Содан тіпті зауыт шешім қабылдап, кәдімгі қап-қап ұнды біз саған берейік дейді ғой енді. Үйіңде ұн жетпей, бала шаған күні түні жаңа нан пісіріп жеп, басқа тамақ жемей жатқан болса, онда біз ұн берейік деп, кәдімгі зауыттың ұнын қап-қап қылып үйіне апарып береді. Әлгі тағы қоймайды ұрлағанын. Содан бір күні шыдамай зауыт сұрайды, не болды? Сізде не жағдай дейді ғой. Не жағдай дейді. Айлығыңызды көтердік, бас инженерден арманға жеткіздік, бәлен мәрте секіртіп көтердік. Ол айлықты көтеру үшін оның қатаң тәртібі бар еді. Біз соның бәрін баса отырып, сіз енді анау Совет одағының құлдығынан шыққан неміс болғаннан кейін, отанына оралған неміс, оралман неміс деп біз өстіп қолдадық. Енді неге? Мына қылығыңыз не дейді ғой. Соны ол ұрлағаннан анау ұялмағанда, оның ұрлағанын бетіне басқаннан Германияның немістері ұялып жүрген ғой. Қысқасы енді өмірде де осындай біреулердің бір жаңа ұрлығын айтқаннан сен ұялатын, бірақ ол ұрлағанын қоймайтын бір жағдайлар болады ғой. Сөйтсе анау айтады дейді. Мен енді осындай мектеп бітіре салып зауытта жұмыс істедім. Қаншама зауытта жаңағы жұмыс істедім, бірақ бізде осындай әдет бар еді. Қай зауытта жұмыс істесем, содан ала кететін әдет болып қалыптасыпты. Ол маған тіпті керек те емес, бірақ алмасам бір түрлі бір жерім кем болған сияқты болып қалатын бір құбылыс бар. Кешіріңіздер, мен енді жұмыстан кетерде ана ұнды бөлек ыдысқа салмай, алмай кетуге тырысамын деп айтады. Сонда ол ана психологиялық оған бір мәжбүрлік болып қалған, ана бірдеңкені алып кетпесе, бірдеңесі кем болған құсап, бірдеңесі толықтанбаған құсап қалады да. Енді міне бұл советтік ұрлық жүйесі. Советтік ұрлық жүйесі. Көрдіңіздер ме? Советтен қалыптасқан жүйе не? Басшы өзінің мекемесінде қыз-қырқын келіншектің барлығының ортақ қожайыны болады. Қандай? Ана қыз-қырқын онымен жатуы керек. Мектептің директоры ана мұғалімдердің бәрін ұрықтандыруы керек. Докторхананың басшысы, медсестра анау мынау онымен шартсыз жатуы керек. Мекеменің бастығы, университеттің ректоры, колледждің ректоры ана әдемі сұлу қыз ба, мұғалім әйел ма жатуы керек. Совет. Советтік мінез. Ол және сосын оны қалыпты деп ойлайды. Қалыпты деп ойлайды. Ол бастық, ол қалаған әйелмен қызбен жатуы керек. Ол егер жатпаса, ол бастық болмайды. Міне. Тіпті совет кезінде жоғарғы лауазымды басшылардың қойнына жас қыз келіншектерді әкеп беретін кемпірлер жұмыс істеді. Совет коммунистерінде, советтің коммунистеріне кәдімгі жас қыздарды дайындап жатқызып беретін. Ненге тіпті айлығың өседі, мансабың өседі, ары қарай квартира аласың, анау мынау коммунистердің жаңағы қолынан келетін мүмкіндікті пайдаланасың деп жас қыздарды әкеп жатқызып беретін кемпірлер болды. Міне бұл совет компартиясы. Енді тура сол советтен шыққан Украинада аяқ астынан батыстық демократия орнады дегенге Украин түгілі айдалада тұрған мен сенбеймін. Мен сенбеймін. Көрдіңіздер ме? Бұл жердегі әңгіме осында отыр. Еуроодақ Украинаны Еуроодаққа қабылдаймын деп отыр, бірақ әлі қабылдамады. Жұмыс жүріп жатыр ма? Жүріп жатыр. Жүргеніне біраз жыл болды. НАТО емес, НАТО әскери одаққа, Еуроодақ ол экономикалық одақ.
Ал Еуроодақ Украинаны Еуроодаққа қабылдау жұмысын келіссөздің жүргеніне бәленбай уақыт болғанда, бұл арада немене кедергі, бірінші кедергі? Экономикалық одаққа мүше қабылдау неге сонша күрделі? Себебі Еуроодақтағы экономикалық одаққа мен кірем деп кіре салатын емес, ана тұтас қоғамның құрылымы, әрбір оның бенті, әрбір шұрыбы, әрбір бұрайтын тесігі, тетігі Еуропаның өлшеміне лайық болу керек. Сот билікке бағынбайтын болу керек. Көрдіңіз ба? Есеп анық болатын болу керек. Міне, әрбір қаржыда қаржылық бақылау құрылымы болу керек. Міне содан барып Еуроодақ болады. Түркия менен Украинаның Еуроодаққа кірем дегенменен, Түркия мен Украинаның Еуроодаққа кіретінге демократиясы сай емес. Демократиясы сай емес елде қаржының көлеңкелі тұстары көп болады. Ал көлеңкелі қаржылық мәселелер көп елде ашық экономика дамымайды. Неге? Бәке, сәке, көке, мөке осылар жүрген кезде қаржылық, финанстық ашықтық болмайды. Сосын ондай ашықтық болмаған елді Еуропа кіргізбейді. Мысалы, Ердоған Стамбулдың мері болған ба, болмаған ба, анау Имамоғлу деген азаматты өзіне қарсы тұрғандығы үшін, Түркияның президенттігіне таласқандығы үшін соттап жіберді. Қанша жылға? 828 жыл дей ма, 800 жыл дей ма, сондайға соттап жіберіпті. Ердоған диктатор. Ол диктатор, ол қай бетімен Түркияны Еуропа одағына кіргізбекші. Міне әңгіме. Сондықтан Зеленский мүмкін өзі таза шығар. Ол да сәбеттік тәрбие көрді. Ол Америка емес, Еуропа емес. Ол айналасына сол сәбеттік тәрбие көрген адамдарды қызметке қойды. Енді содан экономикалық былық. Екрем Имамоғлу, ол Түркиядағы сотталынды. Міне экономикалық былық шығып жатыр. Енді осыдан барып Украинада батыстың кәдімгі бақылау құрылымдары бар, ақпарат кәдімгідей еркін болған, тіпті қару-жарақ жекеменшік компаниялары күшейіп, жекеменшік қару жасайтын компания мемлекеттік тапсырысты орындайтын, бірақ өзі қару-жарақ өндіретін жекеменшік қару-жарақ компаниясына дейін құрылған, экономикасы сан салаланып, Еуропалық, Америкалық экономика сияқты бір адамға бағынбайтын, өзі тәуелсіз экономикалық тұлғалары, экономикалық құрылымдар қалыптасқан Украинада енді Зеленский, Путин емес, Ши Цзиньпин емес, Ердоған емес, бір бұйрықпен атам десе атып, шабам десе шабатын шексіз билікке ие емес. Ал ондай жағдайда қайтеді? Зеленский қылдан тайса, немесе оның командасы қылдан тайса, оны құлатуы мүмкін. Еуропа мен Американың демократиясының бір артық жері, ешкімді мінсіз пайғамбар, шексіз құдірет иесі Құдай деп ешкімді қолдан Құдай жасамайды. Қылдан тайды ма, сол заматта басын қиып түседі. Еуропа мен Американың заңының артықтығы халқына, еліне еңбек етті ма, бағалайды. Бірақ сен немесе сенің командаң қылдан тайды ма, істі бүлдірдің ба, қырқып түседі. Кім мінсіз дейді, Нұрағамды деген сияқты жағымпаз ақындар шықпайды ол кезде. Газабектің бір өлеңін мен сіздерге осыдан 3-4 ай бұрын әрбір сөйлеміне дейін оқып отырып, әрбір сөзіне дейін түсіндіріп отырып, бір лекция сөйлегем. Тыңдадыңыздар ма, жоқ па? Тыңдасаңыздар, сол лекциямды қайта тауып тыңдаңыздар. Бөлісетіндер болса, соны қайтадан бөліссеңіздер болады. Сонда мен не дедім? Сол жаңағы кім мінсіз дейді, Нұрағамды деп, Нұрсұлтанды қолдан Құдай жасап, не көрдіңіздер ма? Қолдан Құдай жасап отырып табындырды. Ал міне Зеленскийдің қазір оның командасының былықтары ашылып жатыр. Қазір бұл былық батыстық саясаткерлер менен медиалардың назарына ілігіп жатыр. Украинаның өзінде Зеленскийдің қарсыластары бұны дыңғырлатып жатыр. Енді осыдан барып не кетеді? Не Зеленский айналасындағы адамдарды кәдімгі көзін жұмып тұрып
турау керек болады. Неге? Былықты ма? Сол адам кету керек. Ол Зеленскийдің өзін және командасын, басқа командасын сақтап қалуға керек. Немесе Зеленскийдің тұтас командасы кетуі мүмкін. Зеленский өзі де кетуі мүмкін. Енді жалғыз амал бар. Енді Зеленскийде біз білгенді Зеленский білмей отыр деп айта алмаймыз. Оның да қасында бәленбай құлағына сыбырлайтын ақылшысы бар. Енді сол жақсы көрсе де, ескі жолдас болса да, қанды көйлек ескі серігі болса да, соны көзін жұмып тұрып, басын шаптырады. Яғни заңға сен жедің ба, жеп қойдың, ұрлап қойдың ғой, жаңағы ұн ұрлайтын неміс сияқты. Керекті ма, керексіз ба қарамай ұн ұрлай берген неміс сияқты. Ұрлап қойдың ғой, ана сәбеттен алып үйренген суман қолың сумақыланып тағы да алып қойды ма, онда қолыңды кесеміз деп Зеленский айналасын тазартса, аман қалуы мүмкін. Тазартпаса, солардың кесірінен Зеленский өзі кетуі мүмкін. Ал Зеленский кеткеннен кейін Украин халқы кімді таңдайды? Ол Зеленский сияқты Путинмен соңына дейін соғысам дейтін мықты адам бола ма? Жоқ. Путиннің де, Американың да көңілін табатын болды, соғыспасақ соғыспайық, сен алған жер сенікі, мен алған жер менікі деп қол қоюға тырысатын бір мақұл бой бола ма? Оны алдағы уақыт көрсетеді. Біз қазақ тұрғысынан қарағанда, бұл соғыстың жалғасқаны, орыстың ең соңғы мұнай өңдеу зауыты, ең соңғы порты, ең соңғы кемесі, ең соңғы ұшағы қалмағанға дейін, ең соңғы өндіріс орындары. Керек десең, жаңағы Ресейдің шетелге шығаратын металлургиясы бар, басқада өндіріс орындар керек па, азық-түлік өңдейтін орындарына дейін жағып, жандырып, өртеп, қиратып жібергенге дейін орыстан миллиондаған адам жұмыссыз қалып, барар жер басар тауы қалмай, шарасыздан көшеге шыққанға дейін бұл соғыс жалғасса, бізге пайдалы еді. Қазақтарға пайдалы, қырғыздарға, өзбектерге, татарларға, шешендерге пайдалы еді. Бізге орыстың әбден тақыр таза болып, үрерге иті сығарға биті қалмай, мұнай газ өндіретін зауыттарына дейін, қазатын құрылғыларына дейін, тасымалдайтын темір жолдарына дейін, порттарына дейін, металлургиялық қазу орталықтар, металлургия өнімдерін шығару орталықтар, тасымалдайтын кемелер, пойыздар, түгі қолмай, ең қысқасы азық-түлік жасайтын зауыттарына дейін жанып кетсе, өртеніп кетсе, әуежайларына дейін, вокзалдарына дейін қирап қалса, біз үшін алғанда ол енді біздің көктен тілегенімізді Құдай жерден бергенге тең болар еді. Бізге осы соғыс сол деңгейде жалғасу керек еді. Орыстар алдағы 100 жылда сол қираған темір жолдарын жасап, қираған порттарын, қираған әуежайларын жасап, анау қирап қалған мұнай қазатын құрылғыларын дұрыстауға 100 жыл уақыт жұмсаса, айналасына ажал төге алмайтындай, одан да халықтарға тізесін батыра алмайтындай болса, бізге керегі сол еді. Бірақ қазір аяқ астынан Зеленский командасының былығы өте ауқымды деңгейде көтеріліп жатыр. Бірақ Зеленский өзі қайда жүр? Шетелде жүр. Артында ауласы өртеніп жатыр. Зеленский өзі шетелде жүр. Франциямен кешегі лекциямда айттым, ғасырлық келісімге қол қойды. Қандай келісім? 100 Францияның ең атақты бомбалаушы жет ұшағын алып жатыр. 100 бомбалаушы француз ұшағын алып отыр. Ал бұл ұшақ соғыстың жағдайын өзгерті ме? Өзгертеді. Қазіргі соғыста F-16 пайдаланылды. Жаңағы Новороссийск портын жандырып жіберді. Күніне $70 миллион Путиннің қалтасына ақша құйып тұрған. Тәулігіне $70 миллион табыс тауып тұрған жер. Енді оны жандырып жіберді. F-16 қолданылып жатыр. Дрон қолданылып жатыр. Міне, жаңа орыстың тағы бір қаласы Урел ма, Орал ма? Сол Урел біздің Орал ғой деймін. Міне, соның видеосы тарады әлеуметтік желіде. Қорқынышты. Анау дрондар аспанда деген кәдімгі топтасып ұшқан құстан арман ұшып жүр. Оны орыстың атқыштар атқан, оның қалдықтары деген жерге кәдімгі бір от шашу шашқандай жерге шашылып жатыр.
Орыстар енді түсініп жатыр. Соғыс деген осындай екен ғой деп. Одан бұрын орыстың қалалары оны түсінбеді. Неге? Соғысқа кеткеннің бәрі ауылбай орыстар, колхозниктер. Колхозник орыстар кетті. Бұратана халықтары, Яқут сақалары, қазақтар кетті. Мен әлгінде ғана Телеграм арнада, WhatsApp арнада бір видео бөлістім. Онда кәдімгі қазақтар соғыста жүр. Қырылып қалған Ресейдің қазақтарының видеосы міне. Міне. Ресей үшін жан берген қазақтар. Әкесі, баласы. Шамбуз Оскар Евгеньевич, Шамбуз Сейфулла Оскарович. Білген екенен кеткен.